Все, қайырлы кеш, бұл или қайырлы күн, кто как смотрит, я. Кому как. Бізде бүгін очередной шоткаст, и қонақта Азамат Жадырсынов, өзі айтып отыр, болса жоқ, жақсы ведущий. И бізде микрофоны бар, бірақ камерасы жоқ. Голос за кадром, Жаслан Айтен. Арал Ас. Жасарал. Жасарал. Ақтөбе. Ақтөбе. Эконом класс. Шатыр жайдарман тобы Нұржан Тутып. Дұрыс танымайды. Былай қарапсың. Аумилік бады. Нұржан Тутыптай болайық деп бады. Шаткастқа келдік, біз бүгін қонақтамыз. Брат. Как дела вообще? Жақсы. Нормально? На личном, жақсы. Личностьге кетпей қойып брат. Нормально. Бұл маусымашар кезінде түсіріліп отыр. Маусымашар қалай жай демалға келдіңдер ғой? Иә, демалға. Атмосфераны сезініп. Үйде жата алмайсыз, просто андай да. Мен 2001 жылдары общем маусымашарға бармай қалдым. Вообще қалада болдым. Сол кезде бәрі сторис салып. Көп қызық болып кетті. Бәрі сторис салып жатыр да, бізде күшті болады. Это после чемпионства ма? Да, чемпионство. В чемпионство. До чемпионства. 2000 нешеде ол 18-де жоқ, по ходу дела. Сол чемпион болатын жыл ма? 19-да болдық біз чемпион. 18-ші жылы. Сондай салынып атты, короче. Жоқ, или мен қазір тоқта. После чемпионства, брат. Бәсе, өйткені уже келмейтіндей уақыт болатындай ғой. Осы, походу, 2022-де. 21-де ғой да, бізде карантин болып, андай маусымашар болмай атты. 22-де маусымашар болды ғой. Сол маусымашарда, көшім, мен Ақтөбеде жүрген кезде бәрі сторис салып. Тусам бәрі, күшті де қойды. Самолетпен билет алып келдім. Оказывается, ол қызық емес, вообще. Қызық болмай атты, вообще. Андай тек. Ең қызық жерлерін просто салып. Ожидание реальность болды сізде. Әркім өзіне қызық жерлерін түсіріп алған ғой. Я содан кейін, в общем, келдік, кайфовать. Жоқ, вообще мынандай сағынасың ғой. КВНский атмосфера ұнай ма? Өте, конечно. Әлі жүрген. Даже ойнамасаң да, чемпион болдыңдар уже. Билет алып алдыңдар ғой. Но по-любому келіп біраз. Аман, пойди, маусымашарда жай амандасудың өзіне капец, если былай в целом бүйтіп үйсең, кажется, бір 2 күнде кететін сияқты. Просто амандасып. Еще кете салмайсың ғой, амандасасың да, ұят та кете салмайсың. Сағынасың, любой квенчикпен амандасып. Маусымашардың жалпы екінші аты қалай брат қой? Қалай брат. Қалай брат. Тірі қалғандардың бәрі келеді. Нұржан, сен өзің де жақында осы ЧРК-ға шықтың ғой. Сен жайдарманда жүрсең де спорттан алыс емес. Иә. Менде бірі болды, сол 3 күн бұрын. Мен ертерек келіп, соны күресіп тастадым да. Нұржан солай бізде. Жайдарманшылар любой жерде жүр, даже түрмеде де. Жоқ, негізі жайдарманның бір жақсы жері ол, любой жерде. Он айтпа деп қойды. Побегті жүр. Камера түрін көрсетпейді. Пойди, бірақ жайдарман любой жерде көмектеседі. Любой жерде. Вот мен даже жұмыста жүрем ғой, сен смекалкаң жақсы қосылады да. Любой жерде шустрить ете аласың. Шустрить ету емес, андай. Просто импровизацияң дайын. Иә, қалай не керек екен біліп тұрасың да. Допустим, даже бастығың болса да, оның бәрі мен жайдарманнан деп ойлаймын. Оның бәрі знание солай келеді ғой. Біз енді бала кезден бастадық, и опыт бар да. Сезін айтылмайтын опыт, короче, бірақ сен сезіп тұрасың сол дүниені. И любой жұмыста, любой сферада болсаң көмектесетін сияқты. Көмектеседі, сосын андай бір қалада бір тема шығып қалады ғой, бір любой қалада. Да. Ну, допустим, семейде шығып қалды. Мысалы, бір жерден бір зат алып бірін салып жіберу керек. Резко, мысалы, любой балаңыз, гала, сендер, балалар көп, танысың көп. Жоқ дегенде 3 досың бар. Менде Таразда болды сондай случай. Үйдегілер айтты, короче, бір нәрсе алып кету керек, в общем, алыс құдалардан. Сол кезде Бекбаратбек деген көйеншіге звондаған бір брат салып жіберші деп. Содан кейін салып жіберді ол. Менде де сондай жағдай болды. Петропавлда өзім барып қойдым. Петропавлда ешкім жоқ. Петропавлға бір көйеншіктер жіберейік деп. Звондағанда шаруа айтып отыр. Сол үшін ғана ма? Сондай случайлар болған. А өздерінде қандай қазір чем занимаетесь? Сенде ұнайды? Ұнайды шоудамын ғой. Ұнайды шоу, стендап. Стендапқа шығып жүрсің ба? Стендапқа шығып жүрмін. Карантино деген продакшн бар ғой, бізде Оралда жігіттер ашты. Иә, еще сериалда барсың. Сериал бар, Красный двор. Иә. В общем, Иснаға рахмет деп қойды. Қытай жылап қалды. Өнердегі әкемді айтып өтпесе болмайды деп қойды. Сенде не темалар қазір? Менде сол. Сендер андай сериалға, киноға, эпизод, сондайға киноларға түсіп жастар несі қазір? Жастар ресурсы орталығы. Жастар жаңа шығыр. Жәсек айтайын қазір. Қаны жастар не болады? Қара жәшік деген кино түскен. Қара жәшік. Опера уполномоченный жасаған айтайын. Айгөздің балалары. Айгөздің балалары жазды, Асхаттар. Асхат, Әсет түсірді. Соған түстік әйтеуір. Қуанып отыр. Өздерінде қалай? Жақсы ма? Биыл сезонға түсіп жатсыңдар. Иә, сезон деп шештік, себебі
именно біз енді негізі шаршағанбыз, именно стильден шаршадық, если честно. Уже жазылмайды мына стиль, өтірік жаза берсін, чос жаза алмаймыз, уже бар ғой не в кайф ойнап кеттік те. И қоямыз дегенбіз, бірақ спонсор пайда болды да, и енді вот бұл по-любому потом шығады, бізде секретик, біз если вышкаға өтсек, біз енді чисто домашка ойнайық деп шештік. Жақсы. Потому что бізге уже ұнамай кетті сәлемдесу қысқа. Идея жақсы. Біз жалпы сценарий жазып жүрген балаларымыз ғой. Бірақ андай не екен да? Группаластарымыз ғой. Домашка ойнау сәл немес па андай? Вот именно біз содан ләззат аламыз. Вот киім киген, бетті бояп, бар ғой солай біраз профессиональный беректеп жүрміз. Идеясы жақсы екен. Просто біз алдында навскидку просто бір домашка жазып көрейік дедік те, 2 сағатта жазып тастадық та. А что если сен оған бір апта уақытың бөлсең, жақсы дүние шығаруға болады. Тем более қазір вышканы андай қылдырып жатыр екен, 4 команданы. Былтыр сол біраз қиын болып кетті, 6 команда группада 5 ойын ойнайсың да. И шешілмей тупо ойнай бересің біраз. По-любому бүйтесің де, чуть-чуть мынаны сақтап қалайын, сөйтіп ұтыла бересің. А мында жақсы 4 команда 3-ақ ойын ойнайсың, получается, на качество. Еще бір выезда, ол кезде 2 болатын, қазір бір выезда 1-ақ ойын болады. Качествоға ойнап отыр. Сонда бүкіл сезонда 8 домашка жетеді. 8 домашка. 8 жақсы домашка болса, бір жылға жетіп тұр. Удачи. Семейдің атынан сендер ойнаватсыңдар, получается. Енді біз. Мынаны бүйтіп, сәл өзің есі жоқ қозғап отырып, бүйтесе санда. Салам алейкум, қазақ елі. 2 микрофон наққа да. Есіне, 2 микрофон наққа. Бірақ мен сендерді негізі мен бұрында көйін ойнап жүрген кезде нелерінде қарайтын. Блоктарында қарайтын. Бізде әлі бар блок. Сол бізде көбісі түсірмейді ғой, көйіншектерін ашып біз. Еріншекпіз ғой біз. Любой командық еріншек. Бүткіл командаларда қызық көп қой, мысалы Назарбадар ағаларымыз аралас, Фемида бар, Элемент бар, любой командада, жас аралда да поездканың бәрі пойызбен ғой. Қазір ғой бүткіл көйіншектер самолетпен ұшып келеді, самолетпен кетеді. Негізі бар ғой, сол влог түсіресің ғой, өзі сериал болады шығады ғой. Біз мысалы за выезд 3-еу шығарамыз, 3-еу 4-еу кейде. Анау кәдімгідей басы бар, аяғы бар. Сендер еще үйден бастап мен қарадым, сен үйінен маманың батасын алып шықтыңдар, сіздің үйден тамақ ішіп бәрін түсірдіңдер. Соны қарайтын едім, красавчик, енді сендер айтып подкаст түсіріп жатсыңдар, дальше больше кетіп жатсыңдар ғой, молодцы вообще. Әр қазақ байса, неге қонбайсың? Олар енді бата берген. Оны біз басында андай болған, Оралдан біз 2-ші орын алдық та, Sony PlayStation толдық. Білем ғой, мен ойладым ғой сол кезде. Эконом класс. Сол кезде сол Sony PlayStation Алматыда уже оқуда жүрдік қой, сол кезде келеді, 2019-да. Анар апайда. Соны аламыз да, тупо ойладық енді, біз қарсы Sony PlayStation аламыз, ары кетсе бір 2 ай ойнайтын шығамыз, сосын қызығы кетеді. Ананы ашпай, на месте сразу камера ауыстырып салдық қой. Бір камера уже. Мына влогтың камерасы сол кезде уже ойлап жүрдік те, алдық, сразу содан бірінші Новый годты қарсы алып, соны түсіре бастадық. Дерзко. Ол басында андай болды, короче, чисто галерея болсыншы. Біз қоямыз ғой бір күні, сол кезде еске алып жүретін дейді. И расымен де жақсы болды, біз 2 жыл ойнамай кеттік қой. Сол кезде үйтіп қарап отырасың ғой, прям жүректен тебеді. Сенде пропали, бірақ 2 жыл бойы вообще жоқ болып кеттіңдер ғой. Ол өз арамызда болып кетті. Семейный проблема деп қойды. Өлмедік қойды. Можно так сказать, Сол кезде сендер 2-ші орынға Sony PlayStation берді. Молодцы. Бірінші орынға телек берді, сол кезде жас команда. Бір жас команда болды. Бізге, маған үздік ойыншы берді. Сағат па, маған не берді, AirPods берді, іші пустой. Бізге де сол іші пустой бірдеңе. Қасуан алу атағы жүрді. Маған ақшасы салып жүрді сол кезде. Менде андай болды, сол кезде Қасиет деген бір адам бар ғой, біз танисың. Сол кісі редактор. Біз, короче, эконом бас ойнаймыз, жақсы ойнап тастадық деген. Сосын маған үздік ойыншы берді. Сосын мен айтамын ғой, братан, неге чемпионствоға лайық етіп қойып балдар десем, менде не болды дейді, сұрақ болды дейді, либо саған үздік ойыншы, либо командаға бірінші орын дейді да. Бірақ азаматтың өзі жақсы ойнады ғой деп, сосын саған үздік ойыншы ақшалай жақсы емес сол өтші деймін да. Бізге дәл сол айтып кетті. Біз бірақ айтқан жоқпыз, біз бірге лайық болдық қой деп, өйтіп ештеңе айтқан жоқпыз. Өзі келді айтты, жігіттер сендер пайда бірге лайық болдыңдар, саған да бізге де жұтып кетті ғой. Бәрімізге айтып жатсақ. Бірақ ана жас балаларға мотивация болсын деп бердік деді ғой. Ол балдар қайда жоқ, телевизор қарап отыр. Телевизор кіріп кетті. Сен де мысалы сол телевизорды алғансың, телевизор қарап кетесің. Қасиет аға рахмет қой. Мені өнерде қимаған шығарсақ бар. Мен сондай жаман кездер болды. Давай онда шеме бірінші біздің историядан бастайын. Ол сол бірінші біз қалай вообще примеркаға түстік. Біз негізі ешқандай лигада ойнаған жоқпыз, сразу примеркаға түстік қой. Жалпы Жайдарман туралы оқиғалар айтыла ма? Жалпы мен сендерге жақын өзің өміріңді айта бересің. Просто сендерге жақын болып айтып жатқаным ғой.
Ананың құрсағында есінде болса айтуға болады. Ананың құрсағында не істеген? 9 ай бойы қызықтан айтасың. Сендер местныйда ойнаған жоқсыңдар ма семейде сонда? Тек қана местныйда ойнадық. Біз, короче, 2019. 18. В общем, біздің досымыз болғанда Сұлтан бар ғой командадағы. Біз екеуміз сыныптаспыз бала кезден. 8-ші класстан бері ойнаймыз. Осы состав бізде 7-ші класстан бері негізі. Бірінші составым әлі осы состав. И получается Қаршыға оның бауыры сол бала кезімізде школдан ойнап жүрдік. Біз негізі енді кім қараса білетін шығар, бар ғой бізде знатоктар, когда КВН следят. Негізі достар семей алып келді ғой, енді осындай чуть-чуть басқа стиль. Ол біздің стиль болған негізі. Семейдегі біздің стиль болған. Просто ол кезде біз вообще шықпайтынбыз. Не спонсор, не ой жоқ болатын. Или азарт ондай қатты жоқ па, андай типа телевидение, анау. Просто мидың несі. Просто для кайфа білмейсің, короче. Тупо білмейсің, семей ғана деген сияқты. И ол кезде бізде Олжас, Элдар, не болды, редакторлар болды да, олар біздің әзілдерді алып кететін. Бізге айтпай. Біз даже білмейміз, даже телек қарамаймыз ғой. Потом барып қарағымыз ғой, ютубтан біздің әзілдер беріп жүр. Олар оған дейін семей андай болатын ғой, костюм, классика, би, альянс, сондай болатын ғой. И вдруг аналар тұрды да киімдерін ауыстырып, ондай би билеп сөйте бастады семей, достар семей. Бірақ оларға жарысқан жоқ. Ну, какой-то в мере жарысты, но көбісі жарысқан жоқ. Потому что таза біздікі 14-те. 2015-те, иә. Таза емес, но арасында біздікі болды. Но сдвигті конкретно семейге біз бердік. Вот мен любойны айта аламын в упор. Даже старший болсын, младший болсын. И ол сдвигті алады да, и біз что-то бүйтіп расскажет. Бірақ біз жақ болған тек Ерке болды. Еркебаев. Ол бізге айтатын, бөлінгендер пацаны, бір күні кетесіңдер, Астанаға барасыңдар деп жүрді деп. И біз семейде 2017 жылы отамыз, бірінші курста ма, екінші курста. Местный чемпионство ма? Болды, сосын уже интерес жоқ та уже. Сосын уже Астана бару керек. Сол кезде ғана оянады ғой басында. А негізі балар битеді ғой, прошаренналар келеді, ойнайды, и сразу Астана пробовать ете береді ғой. А біз өйткен жоқ. Келеміз 2017-те никто екенімізді көреміз ғой. Мұнда келеміз де біздің забойкалар там 40 команда осы отыр. А біз ойлап жүрміз ғой, идеальный бізде музыка бәрі деп. Келеміз, бам, жоқ ештеңе. Сызып тастайды, қайтарамыз. 2018 қайтан келемізде сразу біз андай. Біз ойнадық, қатты күлдірттік, артымыздан Юсуф Миролдың қандасы ойнайды. Оларды қатты күлдіреді. И екеуміз сразу премьерка алады. Бірақ ол әңгіме қалай болады? Бізге бүйтеді ғой. Ол кезде Бека мен кім Рома отырады. Бізге айтады, пацаны, сендер күштісіңдер, форма бізде жоқ, короче. Джинсы, брюки и кімде қандай кофта бар, просто ақша жоқ. Кімде қандай кофта? Кімде кофта жоқ, сол брат ренжіме келесі ойынға шығасың. Тапер бола отырып. Просто ол деш кеткен, постоймыз да. И айтады, в общем, Галкаға 36 команда өтеді ғой. Екінші турға, точнее, екінші турға өтеді де. И біз екінші турда ойнаймыз, қайтан нормально ойнаймыз да, бізге айтады, пацаны, сендер премьерка голосовать етеміз, бірақ формаларын ұят дейді. Бізге бірінші айтты, шанс берді, форманы ауыстырып көріңдер. Біз бардық та біреулерден тупо пиджак сұрай саламыз, қара, үстінен кие саласың ба бар. Ішінде жай жігіттен форма ұят дейді. Көпте кадрлағанда күрту майкмен отырады. Анан көрді, вообще баттас кетті. Пацаны ренжімендер дейді да. Премьерка келдіңдер, бірақ Галка керек емес дейді да. Именно Галка 35 команда өтті, біз ғана өтпей қаламыз. Бірақ команда екінші турдан. И сосын семейге кетіп қалдық, мәз біз, все, премьерка деп көрінші, орталық деген еді ғой ол кезде. Ондай жоқ, кайф деп жүрміз да. И семейге келіп, бір аптадан шығушы еді ол кезде список, или 2 апта ма. Сосын қарасақ, вышкада жоқпыз, премьерка жоқ, бірінші лига ешқайда жоқпыз, прикинь. Жоқпыз, вообще жоқпыз. Бірақ бізге на словах айта салған да, оказывается. А оказывается, әңгіме былай болыпты, Есенаға против болыпты. Олар жас команда, түк көрмеді, пусть астыдан бастасын деген сияқты. Смело отырып сені ешкім көрмеді. Біліп отырмын. Есенаға қате екен деп айта берсең болады. Дос жазылып қалды. И Есенаға мен ол кезде Рүстем аға екеуі против болыпты. Жас команда түк көрмеді деп. А кімдер, соответственно, бізге премьерка депті. Содан не істейміз? Мен енді андай ол 2018-дің күз айы ғой, бұрын тарихын тыңдады ғой. Сосын тұрамызды заланамда бітемін ғой, мен ол кезде инженермін, 2-ші курста оқимын. Екінші этажда андай киім тігетін бар бізде. Ателье сияқты. Сосын тұрамда ойланамын ғой, білейін бірдеңе істеу керек деймін да. Дишманский 1000 теңгелік кеды сатып аламыз.
и Wildberries'тан 1300-ге брюки бірдей цветтен заказ етемін. Wildberries сол кезде бар ма не? Сол кезде бар. Мен ол кезде хавать етіп алғам ол теманы. Сол бізге енді келіп жатыр. Негізі ертең мысалы тарихқа болашақта нелер болады? Wildberries'та ең бірінші қазақ еліне Нұржан әкелді деп еді. Тарихта орын алуы мүмкін. Ойлашы. Бәрін ойландырып қойды. Сосын тұрамыз да нені аламыз? Көйлек, ақ көйлек бәрінде бар ғой деймін. Гала деген бәрі нормально кетті, размермен гала ағасыныкін тізеге дейін алып келген ғой. Эфирді қарасаңдар, именно гала ғана ішіне заправлять еткен ғой. Ода тізесіне дейін ғой. Сосын аламын да, ананы енді ақ көйлекпен ғана шықпайсың ғой, лампасы сатып аламын. Ол кезде ол бір 500 теңге тұрады. Анау 10 метрдай ғой, рулон. Соны сатып аламын да, көп нитка сатып аламын, и көп нені сатып аламын, түймелер. Короче, қолдан. Тігемді тігем ғой. Бәрін бүйтіп, мына жерден екеу, мына жерден екеу. Жеңіл жолы ғой. Көк еще, да? Көк, жалтырайтын көк болды. Кием, и мына жерге аламын да, андай любой шатырдың, зонтиктің суретін аламын да, үлкен қылдырып, примерно бүйтіп, алтау қылдырып, распечатка жасаймын да, мына жерге аламын да, бастыра саламын ғой. Болды, шатырдың суреті тұр. Болды. Сонымен аламын да. Халық дәнриза. Сонымен тұрамын да айтамын. Шатырдың формасы күшті да. Пацандарға айтамын, оны главное андай ғой, менде біраз понятие пацанский да. Пацаны же сказали, то, что без примерка голосовать етеді. Все, кеттік деймін да, тупо билет алып кетіп қаламын, ешкімге айтпай. Сол пацанға отырмыз. Білем просто, чисто уақытты білем, қай уақытта болатын. Барам, түсеміз де. Көктемде ғой ол кезде, 1-8 сондай уақыттарда. Ол кезде андай болды, 1-8, 1-4 бірге. Көктем айы деп қой. Бірге да. Келеміз де, ол кезде вообще зеленымыз, ешкім танымайды. Біз вообще туысы, общение стал, таныстық, ешкім жоқ та. И Фурхаттың номерін тауып аламын как-то. И то танымаймын, айтам осылай. Келеміз, міне, бізде ақша жоқ та, қолымызда түкте жоқ. И сразу мынандай басталады ғой, пацандар вообще чехол деген ста көрмеген ғой. Жабөнбіз ғой, таза. Өздерінше Қаршыға мен Сұлтан чехолға формасын алады. Чехолға формасын алады да, ведь үшінші этажға лақтырған ғой. Сосын түс кеткенде Қызылорда періп қалған ғой. Мен түсем де, басым уже ауырады ғой. Мен андай заланып тұрмын. Сұлтан мен кім? Еще қолмен тіктің өзің. Еще қолмен тіккенсің. Бәрін. Біздікі сумкада оралып тұр, как обычно, галайки. Ана екеуі өзінше бүйтіп алған да, үшінші полка. Элита. Қызылорда жібере салған ғой. Тусан көргісі келген балалар. Содан андай бар ғой, уже бір косяк та, басым ауырып отыр, уже бір нервяк та. Басылып кетті уже. Сосын деп тұрам да, и мені бір борец дос бала күтіп алады, айтады, бір үй дайындап қойын, 5000-ға шешеміз дейді, ең арзаны ғой. Еще анандай ғой, Алматыда өзі ұзақ қой. Түсемізде ана деген шатста ғой. Ой, сац. Шевченко жақта. Содан әрі қарай бір хата снимать етіп қойған. Барып тура түсіп, крит десек, старые жильцы продлили дейді. Прикинь, осылай тұрмыз ғой тупо далада. Еще, білмеймін, именно менде ғана ма, сендерде болмай ма, Алматыға бір жақтан мен семейден келсем, бір ұйықтап алмасам басым ауырады. Менде болады сондай. Бас давление да, солай. Басым қысады менде. Блин, всегда не могу что-то андай ойлай алмайсың. Сондай болып тұр, еще екі анау далада тұрмын да, тұрмыз, пацандар үндемейді. Еще кофр жоқ. Тұр ғой көрінше енді, чехол жоқ. Косяктары бар, запускайлар бар. Мойындап тұр өздерін. Сосын тұрам да, кімге звондаймын? Гуглда не қарап жүр, рубашка. Редактор өтіп жатыр екен, короче, уже. И Фурхатқа звондаймын да айтамын, осылай шатырден келмін, семейден келіп тұрмыз дейді. Сендерді кім шақырды дейді. Айтамын, осылай редакторды айтқан бізге жігіттер, Ром айтқан, не айтқан. Қарсы тос тұршы дейді, короче. Звондайды да, қайтадан бір сағаттан звондайды да, сендер типа спискта жоқсыңдар, сендер ойнамайсыңдар дейді. Мен ё-моё деп кетемін ғой, андай түсінбеймін. Не болып кетті вообще, черная полоса, черный кетіп отыр да, андай. Сендер спискта жоқсыңдар, заодно екі балада форма жоқ қой десе. Содан айтыр уже где-то 4 болды да, 10-да түскенбіз ғой, далада жүрміз да уже вообще. В общем, былай ғой да, форма жоқ, квартира жоқ. И андай хабар. Ойнамайсыңдар дейді. Ойнамайсыңдар дейді. Сендер әлі далада жүрсіңдер. Далада жүрміз. 4 қол күндіз. Сосын айтып бір братанға шыққан борец, мына ол таныстар арқылы, там Абаян бойына бір убитый хата болсын. Еще бір қыз келіп алды бізбен. Ну ладно, не суть, оны жай. Бірақ сендер сол сәтте мысалға сол қызды қайда апардыңдар? Жоқ, сендер ол кезде, короче, вообще семейдің туысасымен араласпайсыңдар да? Ну там, можешь сказать, там, типа, Ерка братан, или там, Елдарға звондап, или там... Жоқ, біз... В принципе, андай, сәл закрытый болды. Бей шығарып. Ранадиға бейін. Формаларын жеріндері жүрші. Сендер келмейсіңдер, опа, Ерке братан. Сондай, вообще болған вообще.
болған жоқ. Бір моментте болды, қазір келем. Сосын әйтеуір хата шешілді, 5000-ға әйтеуір кірдік, бердім. И кешкі где-то 7-де хабарласады ғой Фурхат. Қайттан. Жарайды, сендер келсін деп жатыр, көрейік деп жатыр Есен аға дейді. Уже қараңғы далада, короче. 7 дейді ғой. Нархозға келіңдер. Біз абай адамыз. Редактурға келдік, көреміз. Бәлин, ана нархоз деген ана уже аматын білмейсің ғой вообще. Сұрап бүйтіп барып жеттік та, жаяу ғой таза 9-да где-то кіреміз ғой. Ешкім жоқ, прикинь, залда. Есен аған өмірімде бірінші рет көрдім живую. Рүстем аға тұр, Далгат бар, Есет бар и Нұрбол бар. Олар сол кезде жас редактор, типа, чисто примеркаға келген. Сосын бейт, алмасам андай. Брат, негізі жүйге бола. Смело. Андай бүйтіп алманасыз да, кім шақырды дейді. Отчетқа сұрамаймын ешкім. Есен сразу андай, өзі біраз қағады ғой, адам. Мысы басады. Кім шақырды дейді, андай амансыз бүйтіп. Уже, ну мен андай біраз балалар сыныпты уже, короче. Мен андай и менде андай сәл борецтің несімен әйтеуір сынбай тұрмын да. Осылай деймін. Көрсетіңдер дейді. Тапер бар ма, брат? Тапер бар, бізде ондай никогда болған жоқ. Біз таперға жүру деген никогда болған жоқ. Потому что біз музыканы қатты жақсы көреміз де, ондай болған жоқ никогда. Шын айтамын. Но шығамыз да еще біздің стильде ешкім ұқпайды ғой ол кезде. Біз андай вообще и наши сол жүрміз, оларға дико да. И ешкім бізді чухать ете алмайды именно редактура жағынан. Болады ғой, бір-бірін редактировать ете алады, типа мынау кіреді, мынау кірмейді, а бізді сезбейді да не кіретінін. Бірақ ол тема семейде жақсы кіріп жатыр, Семейде, кіреді, болды. Сосын біз ойнаймыз да, еще мен білмеймін, оказывается, андай бар екен ғой. Мысалы, там 7 әзіл ойнаймыз ба, 9 әзілдей ойнаймыз. Түсесің де, и саған айтады ғой, түк те болған жоқ дейді. Осылай, түк жоқ дейді ғой. Рүстем аға сызып таған. Рүстем аға. Есен аға да тұр. Мыналарың болмайды дейді. Сосын түк жоқ, прикинь. И мен андай ғой, негізі ондай ситуация қазір ғой, біраз түсінген соң. А мен наивныймын да. Біз бүкіл школьный кезінен не жаздық, а біз пайда школ кезінен бастап өзіміз жазатынбыз. Соның арқасы ғой, қазір де жазып жүрміз. Анан ашамын да, где-то бір 50 әзіл бар ғой. Тұрып айта беремін осылай. Сұлтан екеуміз ойнай береміз, тұрамыз, айтамыз. Ондай кезде бәрі сызылады ғой, по идее. Когда алдында тұрып ойнайсың ғой. Өтірік қой, саған уже настроен, уже сен X-тен қарап тұр саған. Не болса да уже. А мен до конца періп отырмын. Сол кезде американский кинода деп тұрған, я должен доказать. Эльдар айтыр бір көмектесті, ол андай болып қалды, бүйтіп, білмеймін, керек емес деп тұрған кезде, бүйтіп, аға, ештеңе жоқ, ана бүйтіп Есен аға айтып қалды, инашасын қылдырып қол, жай ана. Неме ол есімде жоқ дейді. Ана бие дей салды. Негізі по идее мына ол кезде не ғой? Өздерің біліңдер дей қалды, негізі вот соны құтқар қалдық конкретно. Эльдарға рахмет сол кезде. Инашаны сол құтқар қалдық. Өзі рахмет саған, брат. Бірақ дальше әзілдің бәрі сызылады. Прям бәрі сызылады. Елер, брат. Құттай жазақ. Брат, сол период бір айтып жіберейін, брат. Мен сол кезде естідім, сол кезде айтты, Шатыр деген команда бар. Бірақ сол кезде айтқан, Елдар айтқан екен. Негізі мына команда жақсы, Семейде жыртады, бірақ түсінбейді деп. Сендерді қиытсай берді деп естідім, бірақ сендер ойнайсыңдар, редактураның алдына барасыңдар, 3 күн жүрдік қой, 3 күн. Қайтып барасыңдар, шамалдан қайтып келесіңдер, шамалдан келесің. Сөйтіп жүресіңдер, 3 күн жүрдік. 3 күн, получается, біз бірінші күні бүкіл багажды сызып тастадық. Полный. Потом чисто жаза бердік. Ладно, 3 күн жүрдіңдер, қайда қондыңдар? Жоқ, сонда айтсам, 5000-ға әйтеуір бір братка шешіп. Нархозда нарда андай болды еще, между, андай еще 4 проблема ғой уже. Сосын тұрады да, жарайды енді көріңдер бірдеңесін, ертең бірдеңе көрейік деп бүйтіп небрежно жібереді да, и Ердосаға келеді ғой бүйтіп. Қалайсыңдар дейді да, мен танымаймын да. Сосақтар кішкене. Тұрады да. Қалай жүрсіңдер? Сосақтар осындай. Что там взнос дейді ғой. Взнос? Маған бизнес проблема келді. Мен неме взнос деймін ғой. А бізде, по идее, уже 5000 ғана бар. Препятствиялар көп дейсіңдер. Әлі 5 күнге 5000 ғана бар да бізде. 30 000 дейді. 2 ойынға дейді. Типа 1-8, 1-4 қысыр. 30 000 взнос дейді. Че там? Прикинь, ё-мой, болды мен уже сынып атырмын, по идее. Анау әйтір өзі де бүйтіп сезді да. Негізі андай командада последний қалған сен едің. Мен, по идее, батпай жатырмын да бүйтіп. Сұлтандар уже жоқ.
жоқ кофрдың ішіп жоқ жатыр олар киініп қайтайықшы семейге деп тұр ғой оларда вертяк чисто Қызылорда сонымен ол маған андай біліп тұр да мен ренжіп тұрмын семейге барып эстоға керек деп жұмыс карьера жұмыс істеп қойды тора деп қойды Қызылордада же реклама бар кірсінші жайғасыңдар сосын анау әйтеуір сезді ғой деймін Ердос аға тұрды да жарайды енді ертең алып келерсіңдер деді сосын шығамын да вот осы кезде Ерке есіме түседі ғой мен айтамын Еркеге звондаймын да жолда жаяу кетіп бара жатырмын да енді басқа выход жоқ Еркеге айтамын Ердос танисың ғой бір кезде еттіңдер ғой айта аласың ба сен 30 мыңды бізден алмай ақ қойсыншы бізде жоқ деймін ғой Ерке маған ұрсады ғой ондай болмаған прям ұрсады ғой нагнетать етіп немеге сен олар айтыпсың олар маған бағанан бері күні бойы звондап жатыр но неме тыңдамайтын балалар неге жібергенсің ауыл бүйтіп айтқан ғой олар мені де тыңдамайды деген ғой короче олар вообще сами по себе балалар деген ғой и оған ол да өз арасында короче Есен ағамен сол кезде кипиш болып жатыр то что сен неге андай өз лиганың балаларын контроль северный Корея сияқтысыңдар ғой қалай жібере салғансың Ким Чен Ын иә сөйтіп тұрған кезде мен оған звондаймын да еще ол біз үшін сөз естіп жатады да еще мен звондаймын да айтамын ғой одан сайын отмені берші деймін ғой маған ұрсады мен отмена берші дейді мен айтамын ғой 30 мың бермей ақ қойсыншы Ердосқа айтшы деп положение кір деп тұр ғой маған айтады ғой қарызға болсын біреуден ал да ет либо ойнама скрипт айтты положение деген өлең вообще шыққан че бля сосын ұрыспай айтты и мен андай мінезім қосылып кетеді ғой жарайды деп тастай саламын ғой сен де міндетсіп жүрсің иә енді мен и так напрягта көмектесуге болады ғой иә өзімше мен оны түсінбей тұрмын по сути оған да қиын болып тұр сосын болды әйтеуір бәріне қарызға кіріп ойын күніне 3 күннен кейін ол әңгімесін и то 29 мың қылып бергенсің ғой жеткізе алмай бергенсің ғой 1000 теңге жаңа кофрды алып тұрады доставкамен и нархозға жаяу бара береміз осылай 80 теңге неден метродан жетіп аласың да Москвадан жаяу кетесің постоянно бара береміз де и прикинь 3-ші күні ғана бір әзіліміз дұрыс тамақ жеп жүрген жоқсыздар ғой жоқ сол кезден бастап үйден рожки жасайсың ғой үйден алып келгенбіз рожки картошка үйден алып келдік біз и тұрамыз да андай етемін ғой бірақ әзіл күлдіртеді атаның басы редакторада ма қолы деген и то ол қалай күлдіртті че то біз текстпен шатасып қалдық та әйтеуір сол кезде халық отырып сөйтіп күлдіріп қалды Рүстем сол кезде бірінші Рүстем аға күлді де жарайды осы әзіл қалады деп прикинь бірақ әзіл қалады ғой ертең бірінші күн ойнайды 1-8 бірақ әзіл қалып тұр бізде кеше 29 мың бердіңдер иә и жоқ 29 әлі біткен жоқ мен әлі жинап жүрмін ол да напряг бар әйтеуір пацандар бірақ не бар ма чос бар ма түк жоқ инаша ғана бар болды выходымыз бар бір и все әйтеуір пацандар екінші күні дегенде номерді алып ол өздерінің косягі болсын өздері жуып шығады олар звондайды оказывается андай встречный дәл сол Қызылордада бір станция тоқтайды да ауылға шу жақта содан кіреді де осы орын үстін қараңызшы деп звондайды ғой жігіттер и қарайды да прикинь жатыр и ана на встречу келе жатқанға салып жібереді ғой обратно в общем жігіттер ойынға не үлгерді именно ойынға бір күн қалғанда келеді ғой әйтеуір бір косяк бітіп кетті әйтеуір ақырын отпускает бірақ басында андай нервін бар ғой біреу бірдеңе десе бір төліс кететіндей жағдай сондай болып жүрмін да қалайсың брат десе де ұрып жіберейіпсің ғой иә вообще түк жоқ күнде жазасың барасың жұма қабыл болсын десе де ұрып жіберейіпсің қалай қабыл болсын микрофон кешіріп сосын короче тұрады да бірақ әзіл қалады ертең ойын 1-8 бірінші күн біз екінші күнге лақтырады еще 18 командадан бөліп салған біздің күнінде 19 деп біз ұтты қаламыз ғой 19-шы болып прикинь не в счет ғой вообще тупо тыға салды бізді и то 4-ші қылдыра салады ғой 4-ші деген шат деген ғой 4-ші команда 4 па 3 па солай сосын бірінші күні уже неохота да КВН-ға тойып алдық жазып аламыз да тупо тауға шығып кетеміз ғой жаяу Шымбұлаққа не ол кайф болды зато бар ғой сергіп жүріп миға не вообще сотканың бәрін ұмытып кеттік те үйге бам ұйықтаймыз келесі күні свежак оянамыз ғой и әйтеуір 3 әзіліміз қалады редактураға барыңдар редактура 3 әзіліміз қалады типа уже бізге бүйтіп жатыр жарайды өздерің біліңдер сөйтіп короче өткізіп жатыр да бізді анау болмайды дегенде аутсайдерсіңдер ғой общем болды и біз тұрамыз да шығамыз би билейміз 4-шіміз чос ойнаймыз вообще тишина и нашаны билейміз да содан кіреді и наша біледі потом болды 4 әзіл болдық короче 4 әзілдің 4-еуі де кіреді ғой еще қатты кіріп кетеді ғой прикинь бәрі ана жұмыртқа бірден сыдырып алғансың ғой ол полуфинал болды әкеңнің қолы дейтін сол кезде ғой ол атаң ол сол бірінші ғой аукс та сол кезде ма аукс ол екінші болды
прикинь төртеуі де қатты кетеді де біз анда сол өзіміз тобын Түсінбей потолығын қалдым. қойып тастаймыз ғой. түсінбей қалдыңдар. Вообще біз түсінбейміз и редакторлар түсінбей тұр короче. Бірақ зал жыртылып жатыр. Зал уже шатыр деп айғалап жатыр. Бәрі в шоке, бізде андай бар ғой, настроение андай. Қота өрім отыр. Күшті уақаласы. Редакторларға бүйтіп қойды. Чо, блядь. Мен әлі өз-өзімнен Положение деген өлең болса. Содан жарайды, қайтамыз да осы 10-да шығасың да неден сатыстан. Ойынан шықтыңдар. Ойынан шығып метрода тұрмыз, уже андай бірінші жаңа ойнадыңдар ғой. Екінші ойын неше күннен кейін примерно? Ертең. Прикинь, 1-4 ертең. Бізде түк жоқ, короче. Андай қуалайын десең расслабленно істей алмайсың. Ертең ойын 1-4 жүз түк жоқ, уже бүкіл запас. Уже шықпайды да, біліп тұр мен, мидан түк шықпайды уже. Ұйықтай алмайсың. Анау ойнағандарың багаж ғой да примерно семейдегі. Жоқ, багаж бірінші күн кетіп қалды. Біз жаздық 3 күн бойы чисто. Все. Сосын тұрамыз да, әйтеуір мен үйге барам да, батсандармен отырам да, алам да, нагло сызылып кеткен өзіме ұнайтын әзілдерді алтауын деп тыға салам ғой. Қайттан. Пофиг, бәрін жазам да, осыны ойнаймыз деймін, пацандар. Редакторға барамыз, редакторға барамыз. Еще бір өтірік әзіл тыға салам, осыны сызса, осындай Росомаха, общагада колбаса турап жешсің. По идее өзім ойнаймын, мына өтірік күлкілі емес, осыны сызса, әйтеуір осыған тиіседі деп. Бірақ ол өтті ғой. Прикинь, барам ойнаймын, бәрін қалдырады. Росомаха эфирге де оның бәрін бізден сызып салған 2 реттен ба, білмеймін, сразу сызып салған басында. Лицом құдіреті, иә? Олар бізге бүйтіп тұр уже. Уже сіз деп тұр ғой да. По сути, олар шатырға уже сіз деп тұр. Қалайсыздар? Кабинетті қақып кетті. Қалайсыздар? Ол жерде андай мәселе ғой, просто оларды винить нельзя. Олар да біз сияқты команда көрген жоқ та, сезе алған жоқ. Мен конкретно есетпен сол кезде постоянно хаут етеді. Ол маған андай сөздермен, ментальный сөздер кірмейтін ау, мен кіретін, мен де андай да. Ол да не ғой, біз трес қала беретін, короче. Жоқ деп, короче. Маған пацандар айтады, бля, не етпеші, редактор ғой, үлкен болған, ну. Сөйтіп әйтеуір, и ол балалар отырады, біз барамыз, 6 әзіл ойнаймыз, чоғысымыз бар, полный әзіл ойнаймыз да. Уже редакторға күлмейді. Күлмейді, но сызбайды, короче. И біз тұрамыз да, шығамыз, бізді уже прикинь, шатыр дегенде, кеше ғана ойнадық қой, уже күтіп отыр ғой, короче. Уже не отыр. Уже жұмысқа келетін кез. Жоқ, ол полуфинал болды. Полуфинал. Ол кезде неде ойнадыңыздар ғой? Алатауда ойнадыңыздар ғой? Вот Аукс деген әзіл болды ғой. Алатауда ғой? Сатыста. Сатыс дейтін. Аукс деген әзіл, маньяк деген біздің құмырсқа деген әзілдер вот сода болды. Шетмен дейтін сол кезде ойнадыңдар ма? Жоқ, ол уже вышкада ғой. Соны тұрамыз да, қоямыз, и бәрі кіреді ғой қайттан. Болды, біз қайттан, ол кезде бальный шкала емес, просто өтеді дейді. Но біз өзімізде уже 2 күн потол қойып салдық. Сол кезде Миялда жақсы ойнады, Майами деген, иә, ол кезде олар да жақсы ойнады. Болды, прикинь, мәз қайтамыз, вот осындай бірінші поездкамыз болды. Потом уже бізді без проблем келдік, уже сезді. Өздерің біліңдер дейді, короче. Уже бізге сөйтіп жүрді отношение. Ұнаса қалдырыңдар деп уже сөйтіп жүрді. Потому что полуфинал вообще нагло выше ойнап кеттік те, енді. Бірақ примерно вы Сәлем финалда ойнадыңыздар. Обосрались. У вас домашкада походу дело. Бәрі. Короче, андай болып кетті. Орысша сөйлеп қойды. Орысша подкаст. Жасөк түсінбейсің. Оған дейін мәселе андай болып кетті. Гости қойдыңдық па? Я понимаю, язык қойды. Оған дейін просто бізге ешкім көмектескен жоқ қой. Біз өзіміз жазып жүрдік қой. А именно финалда бізге Альянс, Телдар, кім Аягөз бәрі келе бастайды, бір-екі болады. Олардың күнәсі емес, просто олардың взглядтары бөлек, біздің взглядымыз бөлек қой. Олар тұрады, мысалы біз әкеген әзілді білмейін де қалады, білейін де қалады. И біз өз-өзіміз бүйтіп қалдық. Каждыйына бүйтіп, саған айтын деді де өз-өзіміз жауап алдық. Короче, дерзкий зат керек деп. Надо было просто өзіміз. Күлкілі зат қалып, күлмей қаласың. Сонда финалда сондай бір волнаға түсіп кетесің ғой, ол негізі дұрыс. Иә, просто блудняға кіріп кетесің ғой. Сол біздің ошибка болып қалды негізі. Иә. Сосын сендер 2019-да келдіңдер, маусымашарды айырдыңдар да? Иә, вышка өттік сразу. Біз де сол кезде вышкеде бірге ойнадық сол кезде. Тәртіп қойды. Басқаша әңгіме айтса, ағаларымызға рұқсат берді. Ағаларымызға бәріне рахмет айтамын деп қойды. Ағаларым Алла разы болсын. Қысқа. Короче, былай болады ғой. Қалай болады дейді? Күзей. Короче, біздің жасаралдың былай жүгіріп жетті, дарадам деген кезде бағана шутканың дәбипкісін қайтадан айтады. Референ ұлттық айттығамыз. И сол жаратып жүрген кезде 2013 жылы біз ашық лигада ойнап отырық. Бұлыңғыр күзей. Бұлыңғырдық па? Қытай ақындар сияқты. Сөйтіпті 1-4-тен өтеміз, полуфиналға келіп тұрып. Сол кезде ашық лигасы қаяқта ойнадыңыздар? Алматы қаласында. Алматыда ойнадыңыздар. Қорқыт құрамасы ол кезде жоғары лигада ойнап отыр. Енді олар братандар болғаннан кейін әзілдерімізді сұрамай алып кететін кездер ғой. Енді ана ойнап
адбекпіміз ғой енді өзіміздің кәдімгі коронный. Иә. Сонымен таниды. Соған сеніп жүрсің. Соған сеніп жүрген. Сендер и наша деген сияқты. Иә. Коронка. И сол деген музыкаға рахмет деп соны барып редакторда ойнаймыз. Иә. Рүстем тұрады да, Елжанов ағамыз тұрады да, мына пам-парам алып тастайсыңдар дейді. Алып тастайсыңдар неге дейді, осылай қорқыт деп. Қызық емес. Короче, ол қорқыттыкі деп тұрсың. Қорқыт уже жоқ, қорқыт уже эфирде тығып тастайды. Сендер білген жоқсыңдар оны. Бізге ескертпеген. Сонда эфирден да көрмегенсіңдер. Эфирге енді береді. Эфир енді шығады. Кеткен екен, шығады екен. Эфир енді шығады. Қалай не істейміз деп сыртқа шығамыз ғой. Оларға да звондай алмайсың ол кезде. Звондауға бар, просто көтермейді десең. Сөйтеді да Хамидке айтамыз ғой. Сыртта отырамыз. Ол құрдастар сөз өтеді деген. Біздің ағамыз премьер келді да, жасак саған не болды деді. Сол біздің Адбектің түйіп тастаппыз. Қай Адбек па анау ма? Мен қазір кіммен сөйлесем ғой мен? Асикмен. Мен жоқ, Рүстеммен сөйлесем ғой мен? Рүстемге звондады ғой. Алло, Рүстем, ассалаумағалейкум. Ана Жасаралдың пам-парам-пам-пам-пам, пара-пам-пам-пам-пам-пам дейтін музыкасы бар ғой дейді. Сол дагаз айтып бір пам-парам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам дейтін музыкасы бар ғой. Я деді. Соны тәпсін да, тепейді, неге тепейді дейді. Жаңағыда шешіп берем деген адам ғой. Тепейді, неге тепейді дейді. Мен сөйлесем ғой, мен олмен тұратсаңдаршы деп ішке қарай кіріп кетті де қайтып ашулан бұқтырып сыртқа шығып дәйдес қой олар деп көздерің бірдеген қылыңдашы миым ашып кетті сөйтті да анау ол жаңағы Адбекпен эфирден алып тастайтын болып сөйтіп барып шықтық қой. Сөйтіп сақталып қалды. Сөйтіп полуфиналдан финалға короче бірінші орынмен өттік. Сондай қызықтар болды. Картошка болған екен. Сол камераны бұра берді қуады. Ыстық болып кетті. Ыстық болып кетті. Я, в общем, менде мынандай болды. Мен Темір деген ауылда оқыдым. Ақтөбеде Темір деген ауыл бар. В общем, қаншалықты алыс? Ақтөбеден в общем 2 сағаттық жер. 150 километр ғой, в общем. Ақтөбеден 150 километр жер. Иә. Сөйтіп, короче, сол ауылда оқимын. Біздің ауылда бір мектеп. Сол мектепте оқып жатқан кезде негізі адамның переходной возрасты ғой, дұрыс андай 16-15 жас, 15-16 жас адам шамалы. Долбоеб кез ғой шамалы. Сендермен түсінбейсің дейді. Сондай кез ғой шамалы Қытай хаустың рэпін тыңдап жүрген кез ғой. Жақа хаус алтында жүрген IK продакшн деп. Сол кездер, короче, біздің ауылда андай тубилис болады еді. Ауыл болғаннан кейін вообще интернетте жоқ қой, андай қатты не бір тубилис көп болады. Сол кезде андай балдар біздің класста, біз Б классында оқимыз, мен өзім орыс классында оқыдым. Орыс классында оқыдым? Орыс классында оқыдым, мен орысша неде оқыдым. Саған орысша сөйлеген свободно ма негізі? Не хат. Бізде андай, короче. Не хатты дейсіз? Не хатты да хат. Біздің корейский оқыған бәлдет қой. Біздің класста мысалы орыстар бар, Сергей, Петя деген класстастарым бар мен. Орыс, Настя, Юля. Қазақша беретін ба? Бірақ бәрі қазақша сөйлейді біздің класста, ойлашы. Неге онда еще бірақ мектеп еще орысша болдық қой? Білмеймін, енді орыстар тұрады ғой біздің ауылда, неміс. Соларға знак уважения. Чина ханым деп қойды. Притеснять етпейді қойды. Сөйтеді да, в общем, ауылда 9 оқып жатқан кезде бізде андай болды. Братандар тиынға қысу, көп тиынға, сондай бір зәбір көрген балдар болдық қой біз. Біздің құрдастар 96-лар сондай зәбір көрген балдар болдық. Сөйттік та, в общем, 9 бітірейін деп жатырық. 9 класс бітіреміз. 9-нан кейін андай бар ғой, 9-нан кейін кетем дейтіндері бар, 11-ге қалам дейтіндері бар. В общем, біз айттық та, енді, короче, получается, 2-ге бөлейін деп жатырмыз. Давай не істейік. Майопкаға шығайық, походка. 9 класстан кейін походка шығайық. Қызық басылып тұр ғой, походқа шығайық. Не істейміз ғой. Үйде абырой жоқ бізде. Үйде ешкім тиын бермейді. Енді қыздарсыз емес, балалар өзіміз шығамыз. Қыздар да біздің класста бізбен, короче, сенбейді бізге. Любой момент лақтырып кетеміз. Сенбейді, короче, қыздар. Сөйтіп айттық, давай балалар біз өзіміз не істейік. Жиналайық. Давай, қалай, тиын шығарамыз ба деп, короче, тиын бізге бермейді тиын. Үйден ақша сұрасаң, бермейді саған уже. Бізде осы тиын, короче, вообще. Короче, 0. Голяк. И жұмыста жоқ қой олда. Металлон тапсырады. Вообще 9 оқисың, ойлашы. Сосын, короче, былай бастады, класста бір бала айтады. Ауылда қой кезек деген бар ғой. Қой кезек, қой бағасын, короче, күн 7-сіне айына 1 рет келеді саған. Кезек, очередь.
сол біз класста бір бала айтады короче жиги дейді әлі сабақ болып жатыр бірақ бізде майдың 25-іне дейін пландап жатсыңдар ғой. иә отыр жиги дейді не істейміз дейді шашлык жасаймыз деп қоямыз ғой еще дейді жиги дейді ертең менде қой кезек дейді Уже интересно. ертең менде қой кезек дейді ана ой келіп тұр ғой бір қойды перкет бір қойды давай сол шашлыкқа жақта сойып алайық дейді все короче сен қой кезекке шығасың деді майда әлі сөйтеді да класстасымыз қой кезекке шығады біз мотоциклге бір флягаға су толтырып алдық қапшық и нелер жіп и пышақ салып алдық бастық айдалаға класстасымызға барсақ класстасым қойлармен жүр енді біз тупоймыз 9 оқимыз можно было там көп байқалмайтын қойды біз оқпыз марканы аламыз короче тоқты ғой көзге түсіп ана қойлардың ішінде смотрящий сол қойды қой қылып тұрады талпаның ішінде сол көзге его дейміз ғой надо валить его сөйтеміз да короче қойлар жайылып жүр біз сол кезде 5-22-нің негізі началосы болған сол кезде қойлар жайылып жүр біз ана қойды сол қойлардың көзінше валить етеміз ғой ана қойлар енді не істей алмайды оларды айта алмайды қойсаңдаршы айта алмайды қой ғой оны түсінбейміз біреу айтқан шығар может шоу состояние жүр бәрі қойлар жоқ олар шөп жеп жүр да қарамай ма бірақ қазір қазақтар сияқты бір біріне жаны ашымайды брат көктудың жері короче біреу ішінде айтып жатқан шығар қойсаңдаршы балалар ұят болады деп айтып жатқан шығар короче анан тұрамыз да екі аяғын байлаймыз жіппен и сол жерде валить етеміз и бисмилляха айтамыз да құбылаға қарады бірімен қарады құбыланы білмейміз ғой енді аламыз да резать етеміз короче қойды сойып тастаймыз ол кезде бірақ білесіңдер ме қалай сойылады білеміз енді ауылдың баламыз иә бәрі короче қойды сойып тастады да жіліктеп жүр ана жерде жіліктеп аяғын не істеп ауыл кімнің малы білмейміз брат білмейсіңдер но бір байдікі явно жоқ ауылда бәрі бай ғой брат общак короче мысалға сенің 20 қойың бар жасөктің 30 қойы бар соның бәрін қосам да менің де қойым бар ғой ішінде ауылдың әр адам өзінің кезегі келген сайын баға береді үшін бірақ кімнің қойы екенін білмейсің сөйттік та короче қапшыққа салып алдық бүткіл нені мариновка жасау керек короче иә еттер мякоть жоқ бәрін алу короче бөліп қабырға періп тастады сосын класстасым айтады біздің үйге апарыңдар дейді жаңағы қой кезекте жүрген бала айтады біздің үйге апарыңдар біздің үйде жаз үй бар ғой короче и сосын там жаз үй сол жаз үй времянка примерно иә времянка ғой жазда сонда морозильник бар соған қойып қойыңдаршы етті дейді короче біздің үйде көп кірмейді ол жаққа дейді все хорошо сөйттік та кетіп қалдық қайтып ет салып алдық қой жоқ уже сосын кешке таман шамалы жайлап ауылда шу болды бізде ауылда 3-4-ке бөлінеді негізі қой кезектер біздің жақта біреу ана жақта біреу ана мектеп жақта біреу 3 қой кезектік бар топ сол біздікі вообще басқа жақта мыналардікі вообще басқа жақта мектеп жақтікі сосын бізге звондайды короче балаңызды шақырып жатыр короче участковый алмас деген бір участковый алмас келсін деп жатыр деп сосын барсақ уже класстасым тұр жаңағы жылап тоқтап қойын ба уже иә давать етіп жүрген ғой иә бүткіл ауыл болып тұр да анаған қарап уже анау тұрып етіп типа лузер деген сияқты бәрі тұр анау короче сосын тұрды да не болып жатыр дейді осылай дейді болдыңдар ма бірдеңе уже бізге сұрап біз тұрық примерно сесіп тұрық қой енді нас спалили короче сөйтеді да анау бүйтіп айтқан короче ситуация былай болған қойды алып келеді класстасын кіргізеді неге бақтаға шарбақтың ішіне кіргізеді әркім өзінің семьяға келеді да өзінің қойларын санайды түгендеп кіргізіп алады да неден нелер бар қойларды қамайтын отдельный иә соған шарбаққа қамайды да алып кете береді короче вычислять етеді короче сосын ана кісі келеді бір кісі өзінің қойын главный көзге түсетін қойы жоқ қайда дейді короче біреуге кетіп қалды деп айтатындай да қой емес анау үлкен кәдімгі есті қой ғой анау уже примерно қарап та шыққан шығар иә қарап шықты жоқ в общем анау и тұрады да айдан айтады жаңағы класстасым айтады ответственность сол малы бар уже иә кім балам менің қойым қайда дейді ол негізі тупить етіп қалды ол короче с фонтана сұрақ қойсам но класстасым негізі тупить ететін бала и ол білмеймін деуге болады ғой мысалы білмеймін аға деп и ол далбан би деген ғой короче мен қойым қайда дегенде аға оны жаңа қасқыр жеп қойды деген ғой сол жерде
біз қой кезекте жүргенде оны қасқыр жеп қойды деген ғой. Өздеріне қасқыр болып көрінгенсіңдер. 9 оқитын бала ғой енді. Типа ойлап тапқан несі. Отмазкасы. Иә, ойлаған типа, қасқыр жеп қойды деп айтады ойлаған. Ол тупой емес, ол кісі 68 жылғы соғыс көрген, Афган соғысын. Айтады, қума қайда қасқыр жеп қойған, ол майдың кезінде қасқыр ашып болмайды. Сен қуасың ба? Ол неге сені жеп қойған жоқ, ол неге тек сол қойды жеп қойды, короче. Білмеймін, жеп қойды қойыңыз деп сұрақтан қашып жүр, короче. Әкең шақыр дейді, короче. Әкесі келеді, кластасының папасы келген ғой. Уже ана жерде брат ойлашы, сол крайдың адамдардың бәрі жиналады. Интересно ғой енді, қой қайда? Бәрі жиналып отыр. Бүкіл ауыл жиналып отыр. Почти ауыл жиналып тұр. Сөйтеді да, мына сен балаң қуама ана, долбократ что ли? Қойынды қасқыр жеп қойды дейді. Қайда қой жоғалып кетті ма или біреуге не істеді ол қойды десе. Папасы тұрып айтқан дейді ана. Долбоеб на. Морозильник деген сол ет па деп айтқан ғой батясы. Батясы вананың көтін ашады, короче, баласын. Короче, капец болады. Маған добивкасы қатты жыртып жіберді, короче. Добивкасында ана бала қалып қойған ғой енді. Бәрі қарап тұр, внимание, ана бала тұрғанда. Сендер мен құттай кезінен осылай көрсетесіңдер, мен үйде сыйламайсыңдар деген ғой папасына. А сенде уже семейный проблема. Сендер мені сыйламайсыңдар дегенде, жүгіріп, шамалы құттай 5 метрде жүгіргенде, мен өлем деген ғой. Өлсең қатағана? Мен өлем дейді дейді. Сөйтіп, короче, сұлтан болып жүр. Қожада. Сендер мені жақсы көрмейсіңдер дейді. Поле ұстап алды ғой потом, иә? Иә, ауыл кішкентай, қашалмайсың, брат. Сөйтіп та сосын... Аяғы не болды сонымен? Кім барыңдар дейді. Анау айтады, бәрін айтып береді. Алик аға, мен Нұрхан дейді. Бәрімізді айтады. Осындай мотоциклмен бардық, осылай бәрін айтып береді. Қойды сол жерде. Сендер сорап тұрсыңдар еще. Біз болғаннан кейін келіп тұр уже. Біз барғанда уже бізге... Сендер уже біліп тұр. Біліп тұр. Халық айтып тұр, сендер біліп тұр, жігіттер өтірік андай тұр салмай қойды. Ойнатаңдар. Айтады жігіттер, халық айтады, жігіттер біліп отыр, ойнатпай қойыңдар, сендер оңбағансыңдар. Сосын каждый емес 5.000 теңгеден шығардық үйден. Ол кезде енді ол ақша. Үйден шығарсыңдар. Енді сол негізі махандар шығарды сол ақшаны. Махандарымыз шығарып, ана ненің компенсациясын беріп тоқтың несін ақшасын қойып тастадық и шашлык жедік, короче. Ет не ол бөліп алдыңдар ма? Етке шашлык жедік по-любому. Получается, сол бәрін бөліп алдыңдар, типа сколько? 5 бала. Сол жерге бәріміз маринадтадық да. Бәрін бе? Жоқ, сол еттің пол емес, уже мякоттарын алдық да. Короче, сол мотоциклмен шығып кеттік. Өкініп отырып. Жоқ, брат, андай. Кайф болды. Ол кезде пофиг қой. Ұмытып кетесің ғой. Ол кезде андайсың ғой, миыңда ана кісіні терпел ана. Не оны айтып, бүткіл ауылға жария қылып, мысалы айтып, пацан құсап жақындаса айтамыз ғой, өзің білмейсің, бірақ қуып жүрсің да біреудің. Сондай история болған менде пока что. Сондай. Содан кейін, в общем, оның алдында да жаңа нелері бар. В общем, сөйтіп ауылдан, короче, кетті деді маған. Ауылдан кетіп қалдық. 9-дан кейін, в общем, бізге 11 жасқа 10-11-ге қалдырмайды. Қалаға кету керексің деді. Қалаға кетіп қалдым, содан кейін Ақтөбеде біз колледжге түсу керек болғанмын ғой мен. Осы жерде айта берейін ба сразу келесі историямды. Короче, колледжге түсуге келем. Ақтөбеден келем, Ақтөбеге темір ауылдан. Мен вообще ауылдан шықпағанмын ғой көп қалаға. Қалаға келем, туған ағам бар Алтынбек деген. Сол күтіп алады да. Қала үлкен дейді. Қала вообще үлкен, брат, ойлашы. Мен бәрімен амандасып жүрмін, ассалаумағалейкум деп. Қалада ма? Сөйтіп мен ойлаймын, очередной бір ауру деп. Сөйтеді де, короче, мен бір фруктовый неге жұмысқа кіргізіп жіберді күніне 500 теңге. Сол жақта шабашкіде, короче, фрукт тасимын, андай овощ. Сөйтіп келем, сосын брат айтады, в общем, ертең не өтеміз, медкомиссия өтесін, колледжге тапсырамыз. Оқуға. Сөйтіп те медкомиссия өтеміз да. Барсақ, короче, комиссия пышақтап тастайсың. Комиссия зой болсаңдар. Маған айтады, короче, брат, сенде туберкулез көрсетіп тұр дейді ғой маған. Қойшы? Иә. Медкомиссияны өтіп тұрмын, флюра маған туберкулез көрсетіп тұр. Сосын повторно өту керексің дейді. Бірақ негізі ол кезде болмайды, негізі 6 ай сайын өту керек. Бірақ повторно тағы өтем, тағы көрсетіп тұр, короче, туберкулезсің дейді мені. Прикинь. Маза жоқ. Неден өзің сезбейсің есіге? Ештеңе, сосын бір кезде мен шығам, автобуста келдік, уже внушение ғой, ол кезде қорқынышты туберкулез деген. Сосын менің ағам андай
андай жауыз ғой короче. Мен ағам андай прикол ұстайды наоборот. Тубик анау мынау деп автобуста кетіп сен натой туберкулезсің бе, сонда 2 рет түстің, сен тонда сен андай өзіңе симптомдарын білмей ма, кашлять етіп жүгіріп или там бір жерің одышка деген. Мен айтамын ондай жоқ, короче, білмеймін аға деп тұрмын, қорқып баратырмын уже. Бір кезде андай адамда внушение кезінде байқалады уже, жайлап жөтелім келіп барады да бүйтіп. Тұрамын да деймін ғой, ағамдар да туберкулез бірдеңе мақтайды, жаңағы прикол істейді, мазақтап жатыр мен. Мақтайды деген. Тубик, не қылдың, проблема. Әулеттен шыққан жалғыз тубик. Мақтап жүресіз. Таныс қойыңыз, әлім руының мақтанышы тубик. Сөйтіп, короче, мені туберкулезный неге алып бара жатыр? Больницаға алып бара жатыр. Жатқызатын ғой мені. Қамап тастайтын ғой. Короче, ағам айтады, біз бүйтіп ойлағанбыз ғой, 1600 теңге бересің, медкомиссия өтпейсің полный. Сосын 3000 теңге қалады екен да. Айтады, аға айтады, 3000 теңге от души тамақ ішіп алу керек, тамақ ішіп аламыз дейді да. Сөйтіп пландап шыққанбыз таңертең. Маған туберкулезсің дегеннен кейін уже 3000 теңгеге ана бір рентген аппарат бар, соны ішіне жатқызасың. Сол конкретно сен туберкулез айтып береді ол өтірік. Соған жатырып қойғымыз. Кіреміз де сол рентген аппарат жатасың да, кіріп кетесің оның ішіне. МРТ сияқты ма? МРТ сияқты. Соның ішіне кірдім, шықтым, сосын айтады, короче, туберкулез емес, 2 рет қозғалып қойғанмын ғой мен. Неде тұрған кезде қозғалмау. Сен біреуіне демалып қойғанмын, демалуға да болмайды екен. Біріншісінде ме? Иә, не андай бір точкалар көрсетіп кетеді екен. Сол, короче, тубик сияқты. Дақ болып көрінеді. Сосын аға, короче, мені ұрсады ғой жерде, короче, тубиксің сен бірдеңе деп. Еще 3000 кетті деп тұр ғой. 3000 кетіп қалды, тамақ, короче, отмена. Оқуға түстім, оқуға документ тапсырып тастағаннан кейін мойкаға кіріп кеттім жұмысқа. И сол жақтан тубик болып шықтың ғой. Ақыры мен цел қойдым, неге мен тубик болмасқа енді. Күніге 1 рет салқын тигізіп отырсам, 1 жылда 365 салқын тигіземін. Күніге 1 рет жөтеліп тұрсам деп. Сөйтіп оқуға түсем, 7-ші лицей деген, Фазанка, короче, андай бесплатно оқиды. Лицейге түсіп тұр, ЖД-ның жанынан құралған филиал деп қойды. Бірақ оқуға бар. Дегендің бе? Многопрофильный деген. Многопрофильный колледж ғой, короче. Көп сала бар. СПТУ, короче. Жағдай жоқтар оқиды, брат. Аянышты болсын. Салмағандар, короче. Жоқ, сол жаққа түстім, ол жаққа түсесің, брат. Жоқ, ешқайда түсе алмағандар сонда. Сол жаққа түстім. Жоқ, мен, брат, өзім да, короче, андай. Бала кезде мақсат сол болды десе. Иә, мен андай не істедім. Ағам айтты, мен андай платно оқытпай қой, не істейсің, братан, мен бостан ақша, оның ақшасын не төлейсің, осы аузың ұрлап, мен лучше Фазанка нормально. Кімге түстің? Электрик, кепі электрикке түстім. Сөйтем да, короче, мен неге бармағанмын, сентябрьде оқуға бармаймын. Мойкеде жүре берем, короче. Сосын бір күні ағама 12 сентябрь күні аға келіп тұр. Короче, аға жұмысқа шығады, таңертең мен де онымен бірге шығамын, бірақ мойкеге кетем. Мен ағам ойлайды екен, оқуға кетіп бара жатыр деп. Айтқан жоқсың ба ағам? Мен білмеймін ғой, маған, потому что мен документ тапсыратқан кезде мен тубик болғаннан кейін айтты ғой, өздері хабарласамыз деп. Тубик болғаннан кейін. Сен де маған бармай қойса болады. Маған пока болады тұрмын ғой. Сөйтіп күнде мойкеге барамын, короче. Вообще сенде по идее арамы жоқ ондай. Менде арамы жоқ, мен бар ойым отбасын бағу деп қойды. Сөйтіп бір күні таңертең несе айтсам, мойкеде жүрсем, аға келіп тұр, сен долбойбысың ба, короче. Не істеушісің сен? Вообще сабақ бармапсың ғой дейді. Короче, 12 күн сабақ бармапсың. 2 жеті вообще. Содан кейін барып сабаққа апарды. Содан кейін барып шүкір Алла, шүкір есіне арқасын. Сондай ситуация болған тоже. Ем қабылдау жүрінде. Қазір есіне рахмет сізге деп. Менде мынандай оқиға болды. Тоқта, мына бір жібер. Жасек өзің басынан өткен қызық оқиғаны бөлші. Бастан кешкен деп қойды. Короче, 2016 ма, короче, сондай жоқ, или 2014. Короче, не суть вообще. Ашашықтан кейін. Сондай бір жағдай. Ақтабан шұбырындыдан кейін. Кім? Ақош бар ғой? Ақылбек. Араластағы. Братан. Братан. Сол кімдермен бірге жүрді? Бәрі осы ғалым, Нұрболхан, Марат Ұстаев, бәрі сол қуырдақ түсіріп жатты. Қуырдақ шоу түсіріп жүрді. Қай жылы, братан? Білмеймін, тұқылым. Қуырдақ түсіріп жатса, где-то ол 2012. Қуырдақ түсіріп бітіріп, уже Ақош қайтып бара жатыр. 12-13. Иә. Ауылға шақырып жатыр, короче, үйдегілер. Сонымен үйде Ақош дастархан жайып отыр өзі. Аралда? Жоқ, осы Астанада, квартирада. Сен де Астанада жүрсің ба? Иә, мен де маусым шарға келген кезім. Сөйтіп, соның қастарында отырмын мен. Короче,
дастархан жайып қойған, ақос жайлап жұқалатып отыр, жылап отыр, короче. Біз қазақпыз деген. Ішіп отыр, короче. Біз қазақпыз деген. Біз қазақпыз деген команда болды білесің. Сөйтеді да жылап отыр, қимай отыр, короче. Мен сен ғалым, осы араластан бері келе жатырық, осылай. Мен сен қимаймын. Нұрболхан деп әрқайсысына тоқталып код айтылып отыр, короче, ана жерде. Мен жылап отыр, мен қарап отырамын. Жайлап соткамды аламын. Аянышты музыка қосам. Аянышты музыка қосам. Лирика. Иә, лирика. Пианино музыкасы. Бір кез Нұрболхан күліп бастайды. Ғалым күліп бастайды. Ақыл екен, жүрекпе айтып отыр ғой. Бір кезде байқап қалады да. Ізімнен қуалайды ғой, жүгіріп жүреді. Үйде мамалап қашқазы ғой. Сондай бір жағдай болды да, ара біраз жыл өтті. Сонымен, короче, КТА-да ойнап жүрдік уже. Арада бірнеше жыл. 4 жылдай өтті. 4 жылдай өтті. Өзі жасар болып шығып жатырық. КТА. Қызылордаға келдік, Қызылордада ойнайтын кез болды. Ой, революциядан бұрын, соғыстан кейін, иә. Танк айдап жүрген кезім. Сөйтеді де бір кезде ұйықтап отырсам, Панфиловта тірі ол кезде. Ана бөлмеде ұйықтап отырмын ба? Дум деген дауыс. Сені ме? Жоқ, дауыс шығып жатыр ана. Стенаны ма? Төс тұрып жатыр да, адамның төсінің дауысы шығып жатыр. Ана бөлмеден шығып жатыр. Братан. Асымай болады. Дым, себеп жоқ ұрыстар болып жатыр ше. Братан болып жатыр. Қарасам, Абайдың дауысы естіліп тұр да, Абай, команда, Абай, Жандос дейтін ба? Иә, Жандос дейтін затравщик ба? Иә. Екеуінің дауысының зарлы дауыстары шығып жатыр. Арғы бөлмеде. Сөйтіп, мен командаласым, бауырларым ашуланып кеттім. Жүгіріп барамын да, ақуш қумашы, не істеп жатсың сен балдарға ана? Балдар сенің таяқ жеу үшін келді ма ана жерге? Біраз айнымай айтпасайым ма? Скелекі үшеуміз таяқ жеп Негізі құттай балалар жағын не істеп балдар жағын пәтет етіп тұрмын ғой. Соған қойып қоя деп ой қойшы. Қайдан ше. Бля, енді қойын деп отырады ғой дейді балдар. Қуасымен неге араласың дейді. Таңға дейін таяқ жедік ше. Сөйткен ақош деп ол не үшін болды? Не үшін болды аяғы? Ол себепсіз ұрасады. Сондай ма? Қабырғамызда шытынаған қазір. Братандар ғой, бір ұнамай қаласыз, сөйтеді де ұртпайды. Сөйтіп таяқ жеп өсетін едік сол. Ай. Тағы біреу бар еді ғой. Тағындай? Оқиғаны айтып өтеді. Хамит па? Иә. Хамитпен отырып. Хамекең. Жалғыз. Иә, Хамекеміз. Бірақ бір бөлмеде отырып, короче. Үйде ешкім жоқ, жан адам жоқ. Короче, мұңын айтып бастады. Білесің ғой сен мені қандай адам екенімді жасық. Көп адамдар мені былай таниды да, мен Хамека деп таниды да мені. Былай. Көп адам біле бермейтін менің қырым бар ғой менің. Қырым ба? Қандай десем? Анау тұрған бөлмедегі домбырамдaki пішті. Мәш дедім, домбырасы. Қоңыр домбырамдaki піш менің. Сөйтіп әкеп бөліп. Натуриган тартты ғой домбыра. Тартты да бір кезде ән айтты ғой. Өзім шығарған ән ғой болды. Айтып, 1,5 минут өтті, шыдай алмадым. Бейте қарап, деп жыртылттан да. Тоқтамайды сонда да. Да, конца айтты. Дауысы бір жақта. Домбыра жақсы айтып отыр ма? Жоқ. Соған күліп отырмын ғой мен. Өзім ұстай алмай қалдым. Жақсы айтса тыңдайсың ғой. Айтып болды да. Өзің бағасын бәш дейді. Не баға бересің? Бір дедің. Саз әлемі қылып жүрді. Бір дедің. Сөйткен Хамит. Тағы қандай история бар? До конца история жинап. Мик сонда қысқа. 10 секунд. Блогерді. Сториске. Көп сұрақ қояды да. Көп сұрақ қояды. Сол сұрақтың ертең андай қылып салуға болады, короче. Сторис формат. Мен Шатыр Ганста каналына тіркеліңдер ютубқа. Сосын көбісі айтады маған. Бітті деген әзілдің историясын сұрайды, короче. Бітті деген әзіл мені танымал қылып жіберді. 2018 жылы ең бірінші ойнаған қатты овация жасаған әзілдердің бірі ғой, бітті дейтін әзіл. Ол былай шықты негізі. 2014 жылы мен жаңа Фазанка деген оқуда оқимын ғой, 7-ші лицейде. Ол жақта да үлгерімім нашар, қожамын ғой, короче. Сосын көзге түсу үшін КВН ойнап кеттік ол жақта. Сөйтеміз да, бірақ біздің қарсыласымыз бар, общага жатақхана жігіттері деген команда. Краштар, көчемпиялары. Лицейдің тоже. Типа лицейлер қатты, бірақ олар плагиат ойнайды. Мен бірақ плагиат ойнамаймын, өзім жазып апарам.
мен постоянно екінші орын ала беремін, ана плагиат ойнайды, мен сосын аналарды короче туылсам ана балалармен. готово ма? Бір күні мен барамын ба, ана бала короче бір күні ұйықтап жатқан күні түнде не сеуіп жүремін, клей сеуіп жіберемін. Басына клей сеуіп жіберемін, суба клей. А что, бір общаға тұрасыңдар ма? Общагада тұрамыз, бетіне басына суба клей сеуіп жіберемін. И оның шашын тақырлап алып шығады, тақиямен шығады, мен соған жыртыламын өзім. Сол өтеді короче, жауыздық. Иә, жауыздық та. Жауыздық болған. Иә, сосын в общем КВН ойнаймын, сөйтіп жүрген кезде ол короче сейчас не об этом дейді ғой. Короче 8 март болады. Оқуда ағайлар біздің мұғалімдер. Солар концерт қояды апайларға. Мұғалім апайларға ағайлар концерт қояды. Міне қызық, міне келмейді. МВП. Бір қызығы екі алма жоқ. Енді сұрақ. Жасекте неше алма деп. Короче, МВП, ДШ, музыка, короче, информатика, бүткіл мұғалімдер бір кетті, короче, апайларға өлең айтады. Бір, короче, КВН ойнайды. Короче, апайларды отырсып қалған, бірақ развлекательный центр бар. ТРЦ Қытай батут болып жүр. Сөйтеді да, мұғалім апайлардың бәрі отыр, директорлер, аналар шығады, короче, өлең айтады. Алматының түндеріне айтып жүр, мысалы, 8 мартта келмейді мысалы. Анашым туралы айтса, түсінесің, Алматының түндері айтып жүр. Вообще келмейді. Вообще келмейді, бірақ енді деп отыр, короче. Бірақ самый, қазір сол мұғалімдерге айтайын, самый фиговый концерт болды сол. Саған объем болып тұр. Мен отырмын, қарап отырмын. Бір кезде, короче, концерт болып жатыр, 8 наурыз туралы КВН ойнады, әйелдер туралы КВН ойнады, ән айтты. Күшті болады. Короче, екі адам выступать етеді, екі ағай өлең айтады, кетіп қалады, жүргізуші шығады да. Ал енді құрметті арулар, сіздер үшін бүгінгі 8 наурызға біздің дайындап келген фокусымыз бар дейді. Мысалға Сұлтан деген ағай шығады, фокус көрсетеді картаны. Шоу программа, бәрі сценариймен келеді. И бір кезде бір бала шықты да, нені айтты? Бір өлең айтты, жаса Қазақстан, жаса менің Қазақстан. Соны айтты да, поклон беріп кетіп қалды. И бәріміз отырық. Енді жүргізушіні күтіп отырық, ожидание. Бәріміз отырық. Иә, бәрі. Жоқ, басында отырық бетіп күтіп отырық та, и ойладық там, типа, там, сбой болды ма, бір, может, аппаратурадан дедік та, и дальше бәріміз отырық, дальше. Күтіп отырық, бір где-то, брат, өтірік айтпай қойын, бір минута жарым отырық күтіп. Нөл ешкім шықпайды. Қобалжып бастадыңдар. Жоқ, бізге бәрі бар ғой, брат, өзің жаның ашымайды ғой. Біз тек ха-ха ғой, студентсің ғой. Ұстаздар отыр. Бір кезде шықты да, ведущий шықты, билейді, короче. Шықты. Болды, бітті дейді, короче. Андай, завершающий кода жоқ. Болды, бітті, кете беріңдер дейді. Кете беріңдер дейді. Кете беріңдер, кім муха аппаратураны өшіре берді дейді. Дәл солай бойынша. Сөйтіп бітіп қалды концерт. Мен өзім күлемін ғой тек ана жерде. Басқалар нормально қалды. Бәрі, апайлар бүйтіп, рахмет деп тұрып кетіп береді. Мен айтамын, далбан бана. Анағай. Енді 8 мартқа концертіміз аяқталды, көп рахмет. Хотя бы сондай сөз жоқ. Шықты. Болды, бітті, короче, концерт. Кете беріңдер дейді. Муха аппаратураны өшіре бер дейді. Деді, кетіп қалды. Ана, выступать еткен мұғалімдер де шыққан жоқ, кодаға поклон. Сөйтті, короче, сойысында концерт бітіп қалды. Аусын айрылып қалдым да, мен шуткаға ойнасам ғой дедім да. 2014-те миымда қалып қойды. 5 жылдан кейін. 2015, 16, 17-ге дейін вообще айтып жүрдім әңгіме қылып. 17-де местныйда ойнадым, жартып жібердім. Сосын 17-де әкеліп жүрдік, мынаяқтан бірақ сызылып қалып жүрдік Астанада. Бірақ ол кезде басқа балдар ойнап жүрді ол шутканы, мен емес. 18-де өзім алып ойнағаннан кейін уже қатты кетті ол шутка. И ол хит болып кетті. Хит болып кетті. Кажется, расымен де сол әзілден кейін сен кіре бастадың уже. Иә. Сол кезде толчок берді ғой саған. Сондай, сол өте қатты есімде қалды. Ана ағайын, еще ол ағай қазір Қытай әнші болып кеткен. Ана өзінің әндері жар екен бірақ. 150 просмотр Инстаграмда. Маусымашарда андай әзіл ойнағанбыз. Тоқта бір жіберсін. Асықпа бір жібер. Маусымашарда андай әзіл ойнадық. Бізді галкадан қуып жүрді бірақ. Айтшы. Қызығымыз. Папа дейді, ау дейді. Мен басым тоңып жүр дейді. Оны не істейсің дейді. Басым тоңып жүр, бас киім алып беш дейді. Не? Оны не істейсің, бәрі по-любому менингитсің ғой дейді. Иіс таға. Неге ондай ауыр шутка ойнап сондай әзіл ойнадық. Расымен де қуып жүрдім сол әзіл үшін. Иә. Біз талай болу керек болыппыз ғой. Ол кездер қатты еді ғой біздің. Қатал еді. Біздің кезде біз осылай. Менде де сендер сол
негізгі командам сөз жоқ деген команда. Сол сендермен. Сол ана неде ойнаған, иә? Оралда ойнаған. Иә, Оралда ойнаған. Жоқ, ол экономикасы басқа. Сөз жоқ деген 2021-де біз вышкадан. Бір рет кірдіңдер ғой, иә. Сол команда тоже сендер сияқты бірге өскен балдар ғой, жаңа Еспол деген команда, бір райондағы балдар, бірге жүретін балдар. Бірақ сол көшеде жүрген балдар ғой ондай. Сөйтіп құрылып шықтық та, біз тоғыз танымаймыз. Мен танимын былай сырттай. Рүстем Елжанов ол кезде қатты редактор ғой, өздерің білесіңдер ғой ондай. Вообще. Ол кісі қызық еді. Бізге бүйтетін ғой, бізде бір рет ана әзілгер кетті ғой бізде. 10 жұмыртқа деген. И соны 2 жыл бойы айтты ғой вышкада. Не деп? Редактор емес ана кісі бүйтеді просто. Сендерге бар ғой 10 жұмыртқа сияқты әзіл керек деп. Айта береді сондайды бар ғой. И мен оны талайынан естідім. Мысалы Айгөзге андай айтады. Сендерге бар ғой ана WhatsApp жайлы сондай бір әзіл керек дей береді. Вообще түк бағыт бермейді бірақ. Наподобие сондай ма? Короче, сол құттай настроением түсіп кетті. Сөйтіп та біз бір шутка ойнадық. Шутканы ұмытып қалдым, прикинь. Короче, менде андай болды. Сол как раз премьер-лигада полуфиналға келеміз ғой. И Шымкенттен Аманат деген команда болды. Иә, білемін. Үлкен балалар еще? Білемін. Примерно сендермен жас ойын, осы үлкен. Үлкен ата-ана. И олар андай болады ғой, дуап. Сенде өлең кетеді, шекеме кәші деген өлең болып отты ғой. Соған бір білеп шығады. Қазір фейс-фейс сияқты просто бірдеңе етесіз, қол бересіз, алыңыз. И бізге айтады, бірдеңе придумайте, пацаны, етіңдер дейді, Рүстем аға. Ат шығасыңдар, подмузыку дейді. И біз хотим прикольнуться. И бізге Аманаттың баласы, командасы. Біз тұрамыз да айтамыз, редактура бойы бетеміз. Давай, пацаны. Өтірік алда жүрді. Келеміз де, тура жақындап, тізеге отыра қаламыз да, бүйтіп су шашамыз, типа бір-бірімізге дейміз да, бүйтіп. И күліп дейміз, короче. Давай, брат, я күшті сияқты ғой, күшті сияқты. Ақ көңіл. Я, давай дейміз. Болды, день игры. Уже прогон бәрі бітіп қалды. Прогонда кәдімгі еттік, отырып, амар сеніп жүр. Эфир басталды. Эфир басталды, дуапы кетіп жатыр. Бір команда етті, 2 жұп кетті, 3 жұп. И біздің кезек келеді ғой, и біз шықпай жатып бетеміз ғой. Амар все тұр, короче, әр жақта тарамыз. Жүгіріп шыққанымызда амар отырап бүйтеді ғой. Біз жүгіріп шығып бүйтеміз ғой. Тұрмыз ғой, қақиып бүйтіп, сверху барып. Ана бүйтіп тұр бізге. Ё-моё. Дерзкий подстав екен. Өспеген балдар деген. Алар сіздің қызарып кетті ма? Иә, қызарып кеткен. Еще андай қаршыға артымызда кетіп барады да, бізді үлгермейді ғой. Біреуі бүйтіп, біреуін итеріп үлгерген. Қаршыға бүйтіп ендеген. Кәдімгі бүйтіп қада кеткен. Сахнаға шыққаннан кейін. Сосын болды, олар біздің алдымызда ойнап что-то ұшты олар. Вообще дұрыс болмай, не до нас болып кетті. Біз вуф кетіп, 10 жұмыртқа айыртып. Ну, обидно болды. Сол команда потом көрген жоқ. Түр обидно да, студент қарап тұрмын ғой. Маған күліп бүйтіп тұрған соң видео әлі есімде. Жауыздық деп білемін. Бұл квенчиктердің несі ойлап тапқан несі тапады. Отынды ой деп. Короче, біз еспойкымызды той жүргіземіз. Ең бірінші заказымыз, той жүргізіп жатқан ең бірінші заказымыз, бізге бір бала хабарласады, мен үйленіп жатырмын, тойымды жүргізбейсіз деп маған звондайды. Мен бірақ оған айтуға ұмытып кетемін, біз еспойкымызды жүргіземіз, брат дейтінді. Ол все хорошо. Сен жалғыз деп ойлайсың. Мен оны жалғыз деп ойлайды. Еспойкымыз бардық, музыкант бар. Еспол басын бастады Беташарда. Беташарда бастаған кезде не дейді? Өлі аруақтардың списогіне тірі адамдарды оқып бастады ғой Еспол. Ең бірінші лажы, короче, тойдағы. Өлі аруақтарға тірі адамдарды, әулеттің үлкендерін оқиды. Олар тірі ғой, короче, әулеттер. Кешіріңіздер, бірдеңе деп, короче. Кешіріңіздер ағайын деп, бір өртейіп кетті Еспол. Сөйтті да, шығады да, бір нәрсе, короче, бірінші не... Дәріш кетті. Иә, дәріш кетті, уже нормально, Беташар бітті. Содан бірінші тосты берді, бірінші тостан кейін Еспол шығады да, тойды көтеріп алу, папа мамасын шығару керек. Папа мамасын шығарады да, жүргіздіреді ғой, күшті. Папа мамасын жүргіздіріп не істеп жатқан кезде үйленіп жатқан бала келеді ғой маған. Маған келеді. Бля, анау далбан не істеп жатыр дейді ғой маған. Брат, неге осы тойды көтеріп жатыр? Ол менің мамам бес дейді ғой. Туған мамам бес мен дейді ғой, короче. Мен, короче, қарсымын, қой деп айтты маған дейді ғой Есполға. Есполға кішісі болса, апа, аға деп атайды. 98 дейді, 68-дер, 92-лер деп атайды. Күшті 100% драйвпен жүр. Айтпасын, ол менің туған анам емес, өгей анам, короче. Не признаю деген сияқты. Негізі туған анасы бар ма екен? Туған анасы жоқ екен, сол просто керек емес деп. Иә, оны тұрттап мен сіңіріп қалдым да, ема настроением түсіп кетті. Біресе Еспол, короче, жүргіздіреді. Халық та шамалы сезіп отыр ғой, оның туған анасы шамалы дұрыс не істемей тұр. Тұртта
папасын шығарады бірінші, папасына шапал қатты тұрады, ойлайды ғой енді екінші әйел адам шығарғанда ал енді көпте күткен анамыз деген қатты шапал қармайды. түсінбей тұр ол. Ой, апа бірнеңсе деп қой да, оның алдында өлер уақыттарға үлкендер, әулет үлкендерге хабарласып жүрген ғой. Сөйтеді, бір кезде келеді да отырады. Отырған кезде ана бала келеді да, үйленіп отқан бала. Есбол келеді да, отыр ғой. Брат, сен кімсің дейді ғой. Тамада ғой Есбол жүріп. Кімсің? Мен сені шақырдым мәне дейді. Мен саған жүргізеді мәне мына тойды. Мен азаматты шақырдым, брат. Неге осылай? Не қуып кет, неше шығып, мен мамам анау деп шығармам, осылай деп. Есболға, короче, жутия нагонять етіп дейді. Есбол тады да осылай. Осылай микрофон ғой қолында. Жүргізбеймін. Нейсе. Ренжіп қалды. Тоқтар жинап отыр. Өзін халықтан бата алмағанына ренжіп тұр. Бірінші той ма үшін жүргізбеймін. Адам басын кетіріп. Өздерін темалар емес па? Бізге неге етеді деп. Микрофонды маған береді. Мен атып шығамын да, короче. Импровизациямен тұрамын да, короче. Осылай ойын ойнатамын. Ұмыттырып жіберемін, короче. Жақсы волнаға кіргізіп алдым. Би жарыс жасап, нормально қылып, өздерінің темасы емес. Өздерінің семейный проблемасы. Біздің араластырады ғой. Араластырмасқа болмайды, короче. Сөйтеміз да, короче, мен шығам. Осылай ойнатам, короче, нормально, мен ойлаймын, походу, мен нормально қабылдап отқан шығар. Әппәргілі көзім. Әппәрге ассалаумалейкум деп бересіз ғой қайда. Мне қызық дейміз, бірақ қызық емес. Бәрі есіне отыр. Апа деп, апа қармайды бірақ. Сөйтіп, короче, той жүргізіп жатып, вообще, мен жайлап уже, мен де уже кірмей бастадым уже. Мен сөйлеп жатқан кезде андай бәрі столда стакан түйгізіп, деп өздері шулап отыр ана жерде. Мен айтамын, аға деп қой, мен ешкім қарамайды. Сөйтеміз де, короче, уже елап мен де өртеніп бастадым, короче. Қабылдамайды. Короче, той иесі де андай пофиг жүр, короче. Ана бала пофиг, құрдастары вообще пофиг. Сөйттік те тойдың соңына келдік, короче. Енді өзіміздің артымыз жабайын деп тұр ғой, Есбол. Есбол қайтып тойдың соңына шығып тұр, бірақ менімен бірге Есбол. Қазақ бүйтіп күртік әсем тастап қойды. Болар елдің баласын бетін қақпа, белін бу деп қойса ғой. Қазақи сөз жатты ғой. Реніштер мақаларға білдіріп тұр. Бізден кеткен кемшіліктер болса халықтан бас иіп кешірім сұраймыз деп қоймыз ғой. Халық, нормально, короче. Кешірім сұраймыз, той құтты болсын, бірдеңе. Осылай деп поклон алып кетіп бара жатамыз ғой. Халық, нормально, кешірдік деп тұр ғой. Болды, рахмет, сау болыңдар. Кетіп музыка басып кетіп бара жатқан кезде бір шал тұрады. Ей, оңбағандар дейді ғой, короче. Бата дейді ғой. Бата алмағанбыз ғой. Басынан аяғына дейін шайдыңдар. Ата кешіріңіз, уже қайтпас болып кетті. Ата кешір, бата ауымен дедік. Рахмет, сау болыңыздар деді қайттан. Астыға түсіп кетті. Бит жоқ қарайды халық, қандай адамдар қаса өтіп барды. Қарайды саған. Лузер еді. Ты пидор деген. Потому что я черный дейді. Потому что я негр деп қойды. Сөйтіп екеуміз тұрып, той бізді жалдаған баланы күтіп отыр енді. Ақша алу керекпіз. Еще нормальный сумма алып тұрық қой. Ол кезде нормальный сумма. Кіреді, туалетке шақырады ғой бізді. Туалетте тұрық. Мектептегі дей ма? Иә, туалетте. Туалет бүйтеді, кіреді бүйтіп. Біз тұрық осы ешіміз. Болмады мынау. Біз тұрып бүйтіп. Қасында братаным тұр еще. Менің братаным жүр, камера түсір. Из-под тишка ұрайып тұр. Жоқ, ұра алмайды ғой, ол жағынан емес біз. Ол жағынан қорқытқан жоқпыз. Ақшаны алады да бүйтіп. Санады да, полный санады да. Біз екеуміз тұрық қой. Братанға берді ғой тиынды. Туалетте біздің вообще камера түсірген братанға береді. Мына тамадалардың ақшасы деп шығып кетті. Бізге дым айтқан жоқ. Бірақ толықтай берді. Толықтай берді, Есбол екеуміз. Алып тұр қандай. Есбол айтып қойып, алмай қояқ дейді маған. Мен айтам, қой, алып, неге аламын? Алып екеуміз бөліп алдық. Маз одан кейін, короче, ұят қой енді, тойын шықтық. Одан кейін, брат, уже бір 2 жыл өтіп кетті. Тойға кірдік уже, тойдың сферасында жақсы. Любой уже. Білесіз, сезесің. Иә, уже нормально жүрік любой тойда. Жанып кетпейсің, шайып кетпейсің, уже. Кірмейтін той болса, уже серьезно жүргізіп тайсың, қудыртатын болса, қудыртып жүргізіп. Есбол екеуміз дерзко, кусиді айырып бәді қой, тамадамыз белгілі, деп бәтсақ. Жаңағы баламен біз жүргізген келіншек шығады алдымыздан. Есбол екеуміз көреміз дейді. Қалайсыңдар жігіттер дейді бізге. Жақсы брат. Андай қайтадан. Обида түсіп қалды ма? Не істеп жатсыңдар? Жақсы брат, Аллаға шүкір жүріп жатыр. Аман сен.
тойдасыңдар ма, той жүргізіп жүрсіңдер ма? Иә, брат, той жүргізіп жүрсіз. Андай. Заказ етпейді. Иә. Сендер что бір нәрсе істейсіз? Інім үйлейін деп жатыр, сол тамаданы қарап жүретік қой дейді. Обидно ғой. Бізге бірақ хабарласқан жоқ. Просто айтты да жүріп просто бізге информация айтыра кетіп қалды. Есмайымыз халық қой. Еспай айтады, братан қазір нормально жүргіземіз ғой, айтайық та. Қайда. Сондай бір шайғанымыз бар. Қазақтың тойы бітпесін ағайын. Бәрінің барлығында бірінші тойда солай болады сияқты. Өнер, короче, біреу өлең айтады. Сол екінші шаятын кезде ес болды. Жаңа өлер уақыттарға әулет үлкендерін айтып жібергеннен бұрын бір сойден бір қыз өлең айтады ғой. Дейді, мына ағайын дейді, ес болды. Бәрі қарайды ғой, мына дауысқа, любой қарайды. Мына ағайын, біле білсеңіздер, өнер бағаланбайды, өнер сатылады. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады ғой. Өнер бағаланбайды, өнер сатылады ағайын. Депті қызға ақшасын берді қолына. Ана тойда андай әңгіме көп болды, айтам. Өнер сатылмайды, өнер бағаланбайды, өнер сатылады ағайын. Кешіріңіздер ағайын дейді. Қойып тұру шайған ес. Любой әңгіменен кешіріңіздер ағайын болады ғой, ес болды. Ой, сосын андай уже датол ана сыйламайды ғой, бүйтеді. Ойынға екі қыз, екі ұл шықсыншы. Пожалуйста, екі қыз дейді. Үш ағайын түш көп болды ма? Иә. Негізі 5 адамнан басталды. 5 бала, 5 қыз шықса деді, короче. Жарайды енді. 3 адам бар ма? 3 қыз, 3 ұл, 3 бала бар ма? Шықпайды ол. 2 бала, 2 қыз шықсыншы, пожалуйста дейді. Шықты ғой екеуі. Рахмет ал, енді би жарыс дейді. Вообще жүйе жоқ вообще. Той пофиг болады, короче. Вообще сый құрмет жоқ. Мына ағайын деп қаратады ғой. Өнер бағаланбайды, өнер сатылады дейді. Ана қыз настроение кішкентай қыз ғой, детский травма алды ана. Кешіріңіздер ағайын дейді еще. Бірақ ағайын кешірмейді оны. Бәрі жүректерінде алып қойды. Жүректерінде алып қойды. Нормально болды, сразу содан кейін. Содан кейін уже. Әжелер қарғап отыр. Содан бері жол болмайды. Содан бері жол болмайды. Соған қарамай ес болады. Пойызда қалып қояды. Соған да ес болады. Несі бар, шежіресі бар. Айтатын. Ең бір кішкентай бір нәрсе бар, айтып жіберейінші. Короче, бір той тамада болады ғой. Қалада бір жақсы тамада. Сол музыканты бар. 15 жыл бойы музыка қосып жүрді анаған. Қасында уже жатталып қалған ғой, бүткіл сценарий жатталған. Айтады, братан, мені той жүргізгім келеді, музыкант. Екінші столды мен ашып берейінші, братан. Просто қазір сенің айтатын сөзіңді мен жаттап алдым, сол ән сөзін оқимын да, өлеңді тост беріп жіберемін, аға жездең, апа жезде туралы. Сөйтеді ана тамад шығады. Ал енді мына екінші Ақтастархан басын менің өзімнің осы той саласында жүрген бауырым, 15 жыл музыкада отқан, мысалға Нұржан атты бауырымыз жүргізеді дейді, фанфара қосады ана. Ат шығады да, короче, андай несі бар. 8 куплет өлеңі бар екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, бірдеңеде бірдеңе ғажап елі, той дегенде қуаныштан бір нәрсе ғой, бір нәрселі дейтін. Короче, ұзақ сөзі бар екен. Соңында шапалақ ұрдырып жібереді. Анау шығады, короче, өлеңмен ат шыққанда жаңып кеткен ғой, ат шығады да. Ассалаумағалейкум қазақтар дейді. Уағалейкумассалам. Дейді, ассалаумағалейкум қазақтар. Тілек басына аға жеңге, апа жеңге. Нандай қысқарт сауы? 8-ді мынандай. Ассалаумағалейкум қазақ елін, ассалаумағалейкум қазақтар деді, аға жезде, апа жеңге дейді болды. Аузы көпіріп жатыр. Микрофонды береді да ноутбугіне отырады. Неге жоқ? Ноутбугіне шаш бүйте береді. Ноутбугіне терлей береді. Ноутбугіне бүйте береді. Нормально. Салфетка қоймайды. Сырап қопты. Бәрі қарап отқан сезіп отады, білесің бе? Бір шай болған кезде. Ноутбугіне қарап бүйте береді. Сондай қызық болған. Сол музыканттың ес болды. Бітті. Жоқ, рахмет. Жақсы кеш болды, вообще шаткас. Күшті болды. Бұл шаткас деп айтылады? Шаткас. Иә, шаткас. Шатыр жайдырма тобының? Олай да болады, былай. Короче, то, что концепциясы жоқ, сол шаткас. Не айтқысы келсе, соны айта береді. Кім өзіне, мысалы, смысл дейді, сондай смысл дейді, короче. Мысалы, кім не көргісі келеді, соны көреді. Шатыр, может, шатақ, может, не, бәрі ғой. Сен қайсыны танисың? Шац дейді. Жалпы рахмет, пацан, что сөзді жерге қалдырмай келіп, қонақ болып кеткендеріне. Иә, саған да рахмет, Нұржан. Қолынан пісірген өзіне несі. Пирогын жеді.
сөйтіп шығарасыңдар ма одан шығарады пирог жедік 2 штук иә жігіттер рахмет сендерге де жатыр от души пацаны уважение құрмет қошемет сендерге баса берсін подкасттарын көрермендер көп болсын чемпион болыңдар ұялса 2024-те бұйырса жәсек айтайын өзіңіз не айтасыз осы орайда каналға тіркеліңіздер колокольчикті басып қойыңыздар өте тамаша менде басып бітті бітті кеттік все рахмет Всё, давайте. пацаны күшті өтті уақыт вообще тез өтті все сол үшін рахмет Ух ты, не все, снято. Все, рахмет. Было прикольно, было здорово.